Шапалақта ұрып қас бені, атқандай болдың мені тас бені. Көріп сенің сұлу көздеріңді, кетіп қалды мына бас теге. Досым, ана жерде дерзкий қыз отыр. Ата Айгерім бар танысы. Дерзкий қыз. Девушка, привет. Давай былай қыламыз. Мен сен қазір есіміңді дұрыс ойлап табатын болсам, сен маған номеріңді бересің. Ну давай тауып көр. Несібелі? Вообще-то Айгерім. Вот именно, сен номер маған керек емес. Алло, сенің қызың менде. Немене? Қызды босатып одан да мына мен алып кетіңдер. Сенің қызың менде. Ха-ха, қазір мен ол қызбен жүрмеймін. Сенің қызың менде. Қайсысы сенді? Айгүл ма, Салтанат па? Сенің қызың менде. Ха, мен сенің дауысыңды суретке түсіріп алдым. Сенің қызың менде. Ха, ол қыз вирус жұқтырып алған. Сенің қызың менде. Ал сенікі менде. Сенің қызың менде. Братан, сіз басқа номерге хабарласып тұрсыз? Сенің қызың менде. Неше сағат қалып атсыңдар? Сенің қызың менде. Хорошо, 3 мезгіл тамағын беріп жүріңдер. Сенің районыңдағы братаның. Анау Айдана ма? Номер бар ма соның? Қызым ғой, мен жүріп жатырмын ғой. 8702 братан. Аха. 1648. Олып жүрмейсіңдер ғой. Ішке тыртық бақан үй жағына өтеміз ба? Үйленемін деп жатыр дейді ғой, өткенде ғана мәз болып жүрді, квартираға апардым деп. Не ол деп бір районда жүріп қырылып, күштерін тасып баратыр ма не? Ертең үйге өтіңдер, бәрін септик қазып жер аударасыңдар. Братчик, мені танисың ба? Былай танимын братан. Былай көтіңді айыр жерем ба? Да. Колонка? Әжемдікі ғой братан. А чё, әжең скриптайын тыңдай ма не? Настроениясы болмай қалса тыңдай. Родной, подарка қосаған. Болды ғой, родной. Братан, бес телефон. Болмасын, маған бауырым подарок еткен шығар. Қайта береш, бүгін туған күнім еді. Чусай туған күнім болсын. Ба. А чё, хрозын ішеміз ба не? А души ғой, братчик, қайта берсейсің? Ассалаумалейкум, братан. Уағалейкум. А чё, екінші қолың алтын ба не? А, все, жүре бер. Кім братчиксің ау? Алтынбек кім братчиксің? Тоқташ? Не? Бір охранниктан қашамыз деп тауға дейін сүріп келген, не? Жан, бұл бәрі специально. Көзің жүрмші. Ой, позор. Өш, мауыштаншы. Маған тұрмысқа шығуға дайынсың ба, Жан? Ләш. Түсінбасай. Андай бар ғой. Андай? Бам, түсінтірсің де енді. Андай бар ғой. Андай. Андай ма? Иә. Андай бар ғой өзі. Андай ма? Иә. Бұндай емес. Сен түсінтірсің ғой бауырым, өзің болады, жігіт боласың ғой, кафеге барып, қыздармен ей. Сондай ма? Иә, бар ғой. Рахмет. Қаш теңге болды, брат? 10 теңге? Братта, ештеңе деп, қасып минуттан жіберіп салайын, не? Жарайды. Не? Қыздар, любовницасы бар еркектер машинасында екінші телефон ұстайды екен.
Tanju, sen ne istеп жүрсің машинада? Жаным, адал екеніңізді мен білдім ғой, мен сізді жақсы көремін ғой. Жанды мамна вроде ішпейтін сияқты еді ғой. Алла, звондайтын жерге звондап алдым, рахмет телефоныңа. Все, давай. Хабардан жүр. На всякий случай без звука қойып қояйын. Ой, бля, оның бәрін бүйту керек еді. Ой, бля, жігіттер, ертең хозяйка келеді, аренданың ақшасын алып кетеді. 30 мың теңгеден шығарып қойыңдар. Сосын үй жинап қойып, ұят болмасын. 5 мың теңге продукт береді. Хозяйкаға айтсам, ертең алып келсін, просто ертең ақша дайынымыз. Үй нормально ғой, тап-таза ғой, өткенде ғана жинадық қой. Ё-моё, жігіттер, арттарынан суды ағызбайсыңдар ма, жігіттер, мұсы төкпейсіңдер ма, шашылып жатыр ма, ұялсаңдар кішкене, мен ақ төгіп берем осының бәріне. Жігіттер, жумайсыңдар ма, мен жуа берем ба қайта-қайта, арттарынан тазалап жүрсеңдерші, мен ақ жуа берем, тастайын осы. Мен көліп қарасыңдаршы өздерің кішкене. Жан, жатам. Мен балыққа барамыздар, мынандай балық аламыз ғой. Сіз ана балықты шешіп, Сәумен жасайық кішкене. сізден де қанат менен көп, мен анам қанат жарам ғой. Брат, алсana. Алдын, тартып аламыз ғой, 2 бала болып ше. Алсыз. Бать, не істеп тастағансың, брат? Көрсе? Көрсе? Жоқ деп айт, короче, мен жоқпын. Көрсе? Көрсе? Көрмегені көп болды. Қалайсың да? Көрсе? Не істеп атсыңдар? Бәрі аман ба? Медет. Мен көріп тұр ма? Көріп тұр ғой, конечно. Көріп тұрмын ғой. Көрсің, әртістігін сенің бар ғой. Паяльник берші, қой сойып бас етіп атыр. Паяльник жоқ қой бізде. 17 ключ. Ол да жоқ қой. Ташкы бар ма мұсы? Ташкы да жоқ, дым жоқ. Шелек. Биыл дым жоқ бізде. Залдың свет киіп кетеді, лампочка бар ма? Жоқ, дым жоқ көрші. Ренжімеш, дым жоқ биыл. Вообще дым жоқ Дым па? жоқ вообще. Дым? Дым. Жақсы онда. Көрші оның ішінде ештеңе жоқ қой. Жаман, кедей тұрасың де. Неге? Давай! Ух! Бір сіңірін таппай жұмын қосының. Давай, көрсе. Елдос, есташы. Ой, мам, мен өзім дәм сезбей, иіс сезбей тұра алмай жатырмын. Өзіңіз аша салыңызшы. Мен өзімде тұра алмай жатырмын. Дамир, есташы. Болды, мам, аша салам есікті өзім. Кім екен үйге келген? Ой, ешкім емес, мам, маки қойшы, суши пиццаларды әкеп жатты. Бол енді келсеші. Қош тез ыстықтай жеп алайық. Сіздер ауырып жатыр едіңіздер, бұны жегенде не пайда? Сіздер полигон дәм сезбейсіздер, иіс сезбейсіздер. Қыздар, осы өткенде біреу ешкінің шуаты бар деп номер беріп еді, осы оны қайтып саласыз ба? Ешкінің шуаты өтіп кетті. Қойдың қымызы бар, алам дегендер хабарласыңдар. Киконда құдай қаласа балам бар емесек, күреске берем. Качок вот, денесі, качок. Қыштан көтеріп кетеді. Үй, саныш. Күресеміз. Балетке берекші, балет. Балет? Ой, жынсы ма? Гамаж киіп жүрсің бұтынан жыртыл гамаж әперіндер деп. Кішкене шақ боксқа берем балам. Ұрғанын ұйықтатып. Зыр. Хотя бы пианиноға берекші. Қой айналайын, пианино сіз, қол ұзын саусақтары қыз сияқты жүрсін. Балаларың айтын жай тартыңдар пианиноны деп арқылау жүріп. Жаны, балам жүзуге берем. Мен сияқты бой ұзын болсын. Атасы мен апасына берекші. Ең дұрыс вариант сол. Сосын кейін атасы мен апасы балетке, сол пианиноға бере береді ғой. Достар, егер де осы видео ұнаса, каналға тіркелеміз, лайк басамыз.